Ассалаумағалейкум достар, бүгін біз сіздермен өстіп фруктыларды өте әдемі қылып кесіп шығатын боламыз. Бізге ол үшін ең алдымен бір апельсиніміз, 4 алмамыз және де бір тал кивиіміз қажет болады. Біз ең алдымен кивиді ашып тазалап қабығын және де зигзаг қылып өстіп пышақпен кесіп шығамыз тура ортасынан. Сол кезде осындай бір гүл сияқты әдемі болып кивиіміз бір ерекше бір әдемі бір формада шығады. Енді біз қызыл алмаларды алып, оларды төртке бөліп, олардың орталарын тазалап аламыз. Енді тура ортасынан екі жанынан алып, ортаға қарай пышақпен кесеміз. Сонда бір мінекей алмамызда бір әдемі бір формада бір өзінің әдемі бір пішінде өстіп кесіліп шығатын болады. Мінекей, бірінші ең алдымен қызыл алмаларды өстіп кесіп аламыз. Мінекей, сол кезде өте әдемі болып шығады. Сіздер де менімен бірге үйде видеода өстіп жасап көріңіздер, видеоға қарап. Енді біз сары алмаларды тура жаңағыдай қызыл алма сияқты ортасын тазалап алып, өстіп екі жанынан ортаға қарай кесеміз. Сол кезде тура жаңағыдай қызыл алма сияқты бір әдемі бір пішінде кесіліп шығады. Мінекей, бұлардың бәрі бір ортаға қойғанда да столға өте әдемі көрінеді және де тез желініп кетеді. Мінекей, енді біз сары алмаларымызды кесіп дайындап жатырмыз. Өстіп барлығын төртеуінде өстіп кесіп тазалап аламыз. Енді біз апельсинді алып, тура жаңағыдай киви сияқты зигзаг қылып тура ортасынан пышақпен өстіп ойып шығамыз. Сол кезде тура жаңа киви сияқты формада бөлініп шығады. Мінекей, ортаға қарай пышақпен кестік. Енді ортасынан бөлгенде мінекей осындай формада болып шықты. Енді біз қалған алмаларымызды алып, ұзынша етіп барлығын біркелкетіп жіңішке қылып турап аламыз. Сіздер осы алманың орнына өздеріңізге ұнаған басқа да фруктыларды қойсаңыздар болады. Мен қызыл алма мен сары алманы қоямын. Сіздер бұл қызыл алма мен сары алманың орнына мандаринді, апельсинді немесе бананды қойсаңыздар болады. Бұлардың барлығы бір әдемі бір өзінің дастарханның сәнін береді. Мінекей, өстіп қойып шығып жатырмын. Енді жетпегенін қалған жаңағы соңғы алмаларды кесіп қоятын боламын. Кесіп жанына қойып шығатын боламын. Өстіп дөңгелек етіп қызыл алма мен сары алмамызды қойып шығамыз. Сіздер бұның орнына басқа да өздеріңізге ұнайтын фруктыны қойып шықсаңыздар болады. Енді жанына жаңағы кесіп алған қызыл алмаларды өстіп төртеуінде қойып шығамыз. Оның жанына жаңағы сары алмаларымызды да қоямыз сыртына. Мінекей, сонда бір өзінің әдемілігін береді. Енді біз осының ортасына жаңағы кесілген апельсинді қоямыз, және де екі жанына кивиді қоямыз, және де мен жүзімді қоямын әр жеріне, және де барбаристі мұздатылған менде соны алып, морозильниктен алып, соны қойып шығатын боламын. Мінекей, біздің фруктыларымыз кесілген дайын. Қонақ шақырған кезде столға қойсаңыздар өте әдемі көрінеді және де дастарханның сәнін береді. Сіздер де менімен бірге үйде жасап көріңіздер.